Мен енді ортаға шақырайын. Жанасылмен Айдархандай әнші балаң деп кереметтей әнші ұлдарды шақырайын. Мына шаңырақ дегенде, мына шаңырақ чисто оңғардікі. Оңғардың үйі. Біздің шаңырақ ана кемпірдің үйі. Так что мындан ішіп болып, жеп болып, аяққа бізбен бірге алып неуге болады. Продолжение банкет аяққа болады. Бабушкин үйі, біздің үйі. Ана гостиницада. Оңғаршы өзіміздің үйі ғой. Біздер үйге келгенде бірінші сол үйге барып сәлем етіп кіріп, сосын мұнда келеміз. Ол үйдегі апам деген Талаптарыңа нұр жаусын балалармен. Ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер, саламатсыздар, қош келдіңіздер. Құрметті қанша елу жылдықта тойлап жатқан құрметті әке аналар, бүгінгі мінекей ағамыздың шаңырағына қош келдіңіздер. Жайылып жатқан ақ дастархан сіздердің шаңырақтарыңызға жұғысты болсын. Әрбір қазақтың үйінде қазан ошағы қайнап той болсын дейміз. Енді мына той болғаннан кейін жаңа айтып жатыр ғой асаба жігіт. Тойдың кереметтей өтуі жалғыз асабаға байланысты емес, құрметті ағайын. Сіздер сияқты жандағы халыққа байланысты. Біз ән айтқан кезде бізге шапалақпен шабыт беріп, тілек айтқан кезде тыңдаған той кереметтей той болады деп ойлаймын, құрметті ағайын. Сондықтан мінекей сіздердің кішкене болса да көңілдеріңізді көтеруге атсалысуға келіп отқан жайымыз бар. Сіздердің жолдарыңыз берсін, сіздердің жастарыңызды берсін деп, осы мінекей келіп отқан барша қонақтарымыздың құрметіне тойға шашу әніміз болсын деп, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп, аман ба деген әнді сіздердің құрметтеріңізді тарту етейік. Мал жандарыңыз, пейіштеріңіз аман болсын.